Microsoft AI дерегінше жасанды интеллектті 1,3 миллиард, яғни әлемдегі әрбір 6-шы адам қолданады. Бұл тек тренд емес, күнделікті құралға айналған. Бірі оны күнделікті ақпарат іздеуге қолданса, енді бірі жұмысына пайдаланады. Ал ақпарат саласында жасанды интеллект қанша ақылды болғанмен, барлық жауапкершілік журналистің мойнында. Деректі тексеріп, аудиторияға адал болу машинаның емес, маманның жұмысы. Жасанды интеллектінің қарқынды дамуы қазірдің өзінде халықтың, әсіресе жастардың мінез құлқы мен болмыс бітіміне әсер етіп жатыр. Басқаша болу мүмкін емес. Себебі бұл үрдіс бүкіл әлемде қалыптасқан тәртіпті және адамдардың өмір сүру салтын бір жола өзгертуде. Біз бұған дайын болып, батыл әрекет етуіміз керек. Әйтпесе артта қалудың салдары өте ауыр болады. Сондықтан мен алдымызға өте маңызды стратегиялық мақсат қойдым. Қазақстан 3 жыл ішінде міндетті түрде жаппай цифрлық ел болу керек. Енді жасанды интеллект жылы деп жатырмыз. Жасанды интеллект жұмыстарыңызға қалай әсер етті? Енді жасанды интеллект біз кейбір материалдарды жазуда қолданамыз. Мысалға, аналитикалық материалдар жасаймыз, әртүрлі бағытта. Банк саласында, бір әлеуметтік қызметтер жайында, бір өндірістер жайында. Сол кезде кейде жас журналистер біздің сол чат GPT-дің көмегіне аз-маз жүгінеді. Өйткені ол белгілі бір статистиканы жинақтап, бір сараптама жасап береді шағын. Сондай ғана көмегін қолданамыз. Ал жасанды интеллектке 100% сеніп, оған жұмыс тапсыруға бола ма? Жеткілікті деңгейде ақпаратты саралап талдай ала ма? Менің енді жалпы мынадан бастайықшы, жасанды интеллект қазір көп салада қолданылады. Әсіресе медицина саласында, мынау қорғаныс министрліктері, әскери адамдар жасанды интеллекттің көмегіне қатты жүгінеді. Өндірісте көп қолданылады. Соның ішінде айтар болсақ, журналистика бұл енді осы жасанды интеллектқа бет бұрып келе жатыр. Студияның жұмыстарында қазір көбіне роботтар істеп жатыр. Камераның бәрінде оператор отыру міндетті емес қазір көп студияда. Көбісін роботтар атқарады. Енді болашақта технология дами беретін болса, мүмкін тіпті фильмнің өзін режиссер емес жасанды интеллект арқылы түсіруге болатын шығар деген өз ойым бар. Бірақ 100%, дәл қазіргі кезде 100% журналист өзінің жұмысын жасанды интеллектке тапсыра алмайды. Өйткені жасанды интеллекттің жазған мәтіні мүлдем бөлек, адамның өзінің ой елегінен, жүрегінен толғап жазған материалдары мүлдем бөлек. Жасанды интеллекттің мәтіндерінде былайша айтсақ бір кішкене жылулық, бір жылы леп жан сезілмейді. Егер жасанды интеллект толығымен игерілсе, бақта қандай штаттар қысқару мүмкін? Енді жасанды интеллект егер толығымен енгізілсе, менің ойымша бірінші орында видеоинженерлер қысқарып кетуі мүмкін. Өйткені белгілі бір алгоритмді дайындап берсе, видеоинженердің қызметіне жүгінбей қоюға болатын шығар деп ойлаймын. Одан кейін мүмкін болашақта видеооператорларда қысқарып кетуі мүмкін. Дикторлар қысқарып кетуі мүмкін. Өйткені қазір әлемде, біздің Қазақстанда да ішінара телеарналар студияға роботтар шығарып жатыр. Әрине робот енді адам секілді бір эмоция бере алмауы мүмкін эфирде. Суырып салма, бір тақырыптарды байланыстырып жіберу деген сияқты. Робот мәтін жазылған, соны ғана оқып береді. Бірақ дегенмен сондай қазір ақырын тенденция бар. Енді маман ретінде жасанды интеллект осы медиа саласына қаншалықты қажет деп санайсыз? Менің ойымша жасанды интеллект медиа саласына керек деп ойлаймын негізі. Бұдан енді түбегейлі бас тартып, біз мәтіннің бәрін, сценарийдің бәрін адам жазу керек, болмаса монтажды адам жазу керек деп технологияның көшінен кеш қалып қалуға болмайды. Өйткені технологияның аты технология. Бүгін осы бір кезеңді көңіл бөлмей өткізіп алсақ, болашақта бұл көшке ілесу мүлдем қиын болады. Жалпы мынау журналист деген өзі қауіпті мамандықтардың бірі ғой. Дәл қазір таяу шығыста атыс шабыс болып жатыр. Жарайды, журналист оқиға орнына барсын, көрсін, бірақ дәл атыстың арасына мүмкін операторды жібергенше дрондақ ұшырып, сол жерде пайдалануға болады. Болмаса жағындай бір түрлі техногендік апаттар болады. Сондай кезде
жасанды интеллектпен жарақталған дронды болмаса роботты жіберіп бүкіл видеоны алып сол жерден бір материал жасауға әбден мүмкін деп ойлаймын. Енді бұл Маман жауабын білдік, енді қоғам пікіріне назар салайық. Журналисттің орнын жасанды интеллект басалады деп ойлайсыз ба? Жоқ, басалмайды, өйткені жасанды интеллект ол өте қауіпті біздің қазіргі заманға. Жоқ, жасанды интеллект басалмайды, ол енді алданыш болып кетеді да уже. Негізі табиғи болған дұрыс. Көп адамдар алданып жатыр. Мен өзім қарсымын. Және тек осы адамға ғана сену керек қой, журналистерге. Алматыдағы мектептердің бірінде медиа бағыт жақсы жолға қойылған. Кәсіби деңгейде медиа өнімдер дайындайтын жас тілшілер үшін жейдегеру қиынға соқпаған. Себебі бұл білім мекемесінде заман талабына сай жасанды интеллект зертханасы жұмыс істейді. Жиі құралдарын кім үйретеді, оқушылар медиа өнімдеріне жаңа технологияны қалай кіріктірген? Жасанды интеллект қазіргі заман талабы, елбасымыздың өзі бізге алдымызға қойып беріп отырған өте үлкен құрал болғандықтан, қазір біздегі ең негізгі мақсатымыз оқушыларды басқа қырынан ашу. Оқушылардың алған білімдерін дұрыс қолдануға бағыттау, және де білмейтін ақпараттарын тиімді осы жасанды интеллект арқылы білуге үйрету. Осы медиа студияда бізде үкі деген, зерек деген кейіпкер бар. Сол кейіпкерді біз жасанды интеллекттің көмегімен цифрландырып, өзіміздің дикторымыз қылып жасаған болатынбыз. Сондықтан жасанды интеллекттің бізге осындай алып келіп жатқан пайдалары бар. Иә, жасанды интеллект заман талабы, ал оны қолданғандағы жауапкершілік біздің мойнымызда. Нейрожелінің қоғам үшін пайдалы не зиян болғанын анықтау уақыттың еншісінде. Ал сіздің ойыңызша, жасанды интеллект журналисттің орнын баса ала ма? Абдрахман Қайрат, Зияда Әділетқызы, Ұрпағыны медиа, арнайы репортаж.